Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге синнабон булочкаларын жасап көрсететін боламын. Алдымен бізге жылы сүт, еріген сары май, дрожжи, жұмыртқа, қант, ұн және тұз қажет қыздар. Жұмыртқамызды салып ыдысқа, оның үстіне қант және оның үстіне тұз қосып араластырып аламыз. Міндетті түрде венчикпен араластырамыз. Араласқаннан кейін үстіне жылы сүт құямыз. Оның үстіне құрғақ дрожжи қосамыз. Және еріп тұрған сары майдың тек жартысын ғана құйып, бір рет араластырып аламыз. Араластырып алғаннан кейін ұнның тек жартысын саламыз, және қыздар, ұндарыңыз міндетті түрде електен өткізілуі тиіс. Барлығын бір рет тағы араластырамыз. Ұнның екінші жарты бөлігін қосып, тағы да араластырамыз. Үшінші бөлігін қосқаннан кейін қолмен араластырамыз, және осы кезде қалған біздің сары майымыздың жартысын қосамыз қыздар. Қамыр өте жұмсақ болып шығады бізде. Қаттығы билеп қоймаңыздар. Мына рецептпен жасасаңыздар, жұмсақ болуы тиіс. Ары бері қолымызбен басып, иін қандырамыз. Және өте жұмсақ қамыр шығады. Сары майдың жартысын соңғысын құйып, қамырымызды тағы да иін қандырамыз. Міне осындай жұмсақ, әдемі қамыр шығады бізде. Осы қамырымызды енді бетін жауып, 30-35 минутқа қоямыз жылы жерге. Бізде міне керемет болып көтерілді. Енді осы қамырымызды ұнның көмегімен жайып шығамыз. Бірінші жаймас бұрын бізге 4 бұрышты форма келтіріп алу керек. Төрт бұрышты форма келтіру үшін кішкене ғана жайып, 4 жағын бір-біріне орналастырамыз. Сол кезде, қайтадан жайған кезде 4 бұрышты форма бізде шығатын болады. Енді осы қамырымызды осы 4 бұрышты қалпында жаямыз. 1 сантиметрдей болу керек жайылған кезде қалыңдығы. Даршын, яғни корица мен қантты араластырып аламыз. Екеуін міндетті түрде араластырып, осы қамырдың бетіне шет-шетінен етіп сеуіп шығамыз. Сепкен даршынымызды үстінен осылай басып шығамыз. Сол кезде қамырға жақсы сіңетін болады. Барлық жерін тығыздап орап, барлығын тек жіптің көмегімен кесеміз қыздар. Пышақпен кесуші болмаңыздар, себебі пышақпен неше түрлі форма шығып, булочкаларыңыздың сәні кететін болады. Жіптің көмегімен осылай екі жағынан айқастыру арқылы синнабон булочкаларының формасын келтіреміз. Өте дәмді булочкалардың бірі, иісі деген бүкіл үйіңізді алады. Балаларыңыз сүйіп тұрып жейтін болады. Отбасыларыңызды осындай дәмді булочкамен жасап қуантыңыздар қыздар. Мінекей осындай формалар шығады. Үстін ешқандай жерін баспаймыз. Қалай кестік, солай әдемілеп қоямыз. Міндетті түрде тұндыруға қоямыз қыздар. 5-10 минут, ең аз дегенде 5 минут уақыт бойынша қарап
тындырсаңыздар болады. Сол кезде әдемі болып көтеріледі. Міне мен тындыруға қойдым 5 минутқа. Енді біз бетіне жағатын помадка жасаймыз. Творожный сыр керек, сары май керек және сахарный пудра керек. Алдымен творожный сырымызды алып, сахарный пудраға қосып және үстіне сары майды қосып миксерлеп аламыз. Бізде помадкамыз дайын. Творожный сырды қаймақпен алмастырсаңыздар болады. Айырмашылық қатты болмайды. Міне бізде булочкаларымыз күшті болып көтерілді, қыздар. Енді 30 минутқа 180 градусқа пешке жібереміз. Қараңыздар, қандай әдемі булочкалар шықты. Енді осы ыстық күйінде помадкаларды бетіне жағып шығамыз. Ыстық күйінде жақсаңыз, өте помадкасы сіңіп, өте дәмді болып шығады, қыздар. Жасап көріңіздер, отбасыларыңызды қуантыңыздар, неше түрлі тәттілер жасап. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айжан Ерболатқызы. Каналымда басқа да видеоларды көруге кеңес берем.